Сәлем достар, бүгін біз сіздермен жемісті салат дайындайтын боламыз, яғни фруктовый салат. Арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бірінші осылай кибиді сыртынан тазалап аламыз. Сосын осылай турап шығамыз. Осылай алманы да тазартып, жақсылап турап шығатын боламыз. Төрт бұрышты етіп тураймыз барлығын. Одан соң бананды қабығынан аршып, басын алып тастап, оны да турап салатқа қосатын боламыз. Қыздар, балаларыңызға өте дәруменді салат болып табылады. Осылай жасап берсеңіздер болады. Кейде үйде желінбей қалады осылай. Сол кезде осылай барлығын араластырып, осындай жемісті салат жасап берсеңіздер болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша барлық жемістерді қосып жасай берулеріңізге де болады. Менде үйде бар заттар осылар болды. Одан кейін анарымызды ашып, анарымызды да салатын боламыз. Осылай барлығын ашып, турап болғаннан кейін үстіне йогуртымызды құйып, жақсылап араластыратын боламыз. Өте жеңіл, әрі тез жасалады, үйде бар заттармен жасалады. Қыздар, жасап көруге кеңес беремін. Осылай кішірек ыдысқа әдемі етіп салып, бетін анармен әсемдеп қойсаңыздар болады. Арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Жібек, мені